Бастан. Өкінемін, мен неге өкінемін, өмір деген қамалға бекінемін, өмір үшін еңбектің қайығына мініп алып мінекей жүзіп жүрмін. Өкінбеймін, шынымен өкінбеймін, бақыт байлықтың күшіне ендім, бар байлығым балам мен немерем ғой, қайығымды күтіп мен жүзіп жүрмін. Өкінбеймін, өміріме өкінбеймін, тәуелсіз елмін деп те елпеңдеймін, еңбегімнің жемісі шәкірттерім, жемістерін терем деп күнде іздеймін. Ең тамаша өлеңім осы, өзім жүрегіме жылу, сондай. Ұстаз деген ұлағатты есім ғой. Балаларға жаңағы білім нәрімен сусындайсыздар, оларға тәлім тәрбие бересіз, бағыт бағдар бересіздер. Енді қазіргі заманда жастарға, қазіргі ұстаздарға қандай бір жаңағы өсиет па, немесе жаңағы бір тәрбиелік бір сөз айтасыз ба, не айтар едіңіз? Қазір білім бұрынғыдай емес деп ойлайсыз ба? Мен мысалға сөйтіп ойлаймын, бұрынғыдай емес деп. Бұрын сапаға нетуші еді, иә? Иә, мен қазір енді ұстаздарға көбіне жүрегім. Ұстаздың еңбегі өте ауыр ғой. Иә, ауыр. Ол бірінші баланың тілін табу, екінші ата-ананың тілін табу, үшінші завуштың, төртінші директордың деген өзі. Одан қалса творчестволық жұмыстың 5 деген қағидасы бар. Мен өзім солай деп ойлаймын. Мен осының 5-еуінен де жүзіп өттім деп айтамын. Ең бірінші баланың ата-анасымен жақсы келісім болу керек. Қазіргі жастар